Жаңelde доп ойнап жатқанда шөптің өртеніп жатқанын көріп қалдым. Сосын сол өртті өшірдім. Бәрекелді. Жарайсың балам. Кел отыр мен жаныма. Әке, мен болашақта өрт сөндіруші боламын. Ей балам, қандай өрт сөндіруші? Әкім боласың, президент боласың. Рұқсат. Майор мырза, мен оқуымды аман есен бітіріп, осы Арыс қаласындағы 7-ші өрт сөндіру бөліміне қарауыл бастығы лауазымына тағайындалып келген жайым бар. Бәрекелді, құтты болсын. Алдағы жұмысыңыз сәтті өтсін. Іске сәт жауынгер. Рахмет, майор мырза. Құрметті құтқарушы мырзалар, Саят Мырзаханұлы сіздердің жаңа қарауыл бастығы лауазымына тағайындалды. Бірлесіп жақсы жұмыс атқаруларыңызға тілектеспін. Саят, құттықтаймын. Апа-ата, келгендеріңізге рахмет. Кеше ұлдарыңыз бір адамның өмірін арашалап қалды. Сол үшін сіздерге алғысымыз шексіз, осындай баланы өсіріп, бағып өсіргендеріңізге. Арыс аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің атынан сіздерге алғыс хатымыз және де орденіміз бар еді. Соны табыстар жасауға рұқсат. Құрметті жолдас Айялайда құтқарушы бөлімде істейтін жігіттер, сіздерге мыңдау рахмет. Бұл енді біз үшін қуанышты күн. Баламызға баяғыда мектепте жүргенде президент болып, бастық боласың деп айтып еді. Өрт сөндіруші боламын деп армандаушы еді. Сол енді арманына жетіп, мынау кеше жақсы істер істегесін біз шақырып отырсыздар. Сіздерге мыңдау рахмет. Мына әр кезде тілектеріңізге береке берсін. Рахмет. Сіздерге рахмет. Балам Айналайын, мен сені арманыңа жетіп, осындай жақсы тілектер істегенге мақтанамын. Рахмет саған. Келіңіздер естелікке түсейік. Құтқару міндеті мейірбан жандарға лайық.